Қайырлы күн барша оқырмандар. Бүгін біз сіздермен Баялыдан қыстық салат дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай сондай сочный, соғы молынан шығатын нанды батырып қойып, қыста рахаттанып отырып дәмін көретін салатты менімен бірге жасап көріңіздер. Бар жоғы ортасына ешқандай уксус, су қосылмайтын қыстық салатты менімен бірге жасап банкілеріңізге жауып алыңыздар. Керекті барлық құрамды төмендегі описание бөлімге толыққанды жазып кетемін. Бұл жерде көрсетілген құрамдардың барлығын неше кило, неше грамм кеткенін төмендегі описание бөлімге толыққанды жазамын. Көрсетілгенде барлық құрамды төменнен қарай аласыздар. Ең алдымен морковь, яғни сәбізімізден бастасақ, видеода көрсетілгендей дөңгелекше етіп, қалыңдығы 0,5 см болмаса 1 см жұқалықта дәл осылай турап шығасыздар. Видеода көрсетілгендей толыққанды анық дөңгелекше етіп, болмаса өз қалауыңызға қарай сопақша болмаса көбекше, яғни тікеше де турауға болады. Маған дәл осылай тураған өте ыңғайлы болды, және де бұл қасықпен жегенде де өте ыңғайлы. Толыққанды сәбізіміз турап болған соң тәтті бұрышымызды қосамыз, яғни тәтті бұрышымызды турап бастаймыз. Тәтті бұрышымыз бұл жерде бізде ұзынша, тікелей, тікеше туралып жатыр. Видеода көрсетілгенде дәл осылай турасаңыздар болады. Болмаса өз қалауыңызға қарай неше түрлі вариантта турап дайындасаңыздар болады. Содан соң бізде жуаны тураймыз. Жуаны екіге бөліп, дәл осылай сақинаша дөңгелектеп толыққанды турап шығамыз. Видеода көрсетілгендей жұқалығы дәл осындай болады. Жуаны уайымдамай турап, салатқа бірге боқтырып жапсаңыздар болады. Ешқандай салаттың ашуына кедергісін келтірмейді. Дәл менің айтқан рецептіме жасасаңыздар, дәл осылай банкыңызға атылмай шығады. Содан соң бізде сарымсақты да дәл осылай дөңгелекше жұқалықта тураймыз. Содан соң бұл жерде бізде баялды туралып жатыр, яғни баклажанымызды қақ ортасынан бөліп екіге, содан соң сақинаша тікесінен осылай турасаңыздар болады. Болмаса жұқалап көбектеп те турауға болады, өз қалауыңызға қарай. Бұл жерде менде қызанақ туралып жатыр. Қызанақ өз қалауыңызға қарай турамай-ақ блендерден, болмаса үй жағдайында мясорубка болса, ет тартқыштың көмегімен толыққанды согын бәрін шығарып, ет тартқыштан өткізіп алуға болады. Бұл жерде менде ет тартқыш болмады, блендер болды, бірақ та маған дәл осылай көбектеп тураған өте ыңғайлы болды. Содан соң қызып тұрған табамыздың ішіне 100 мг майымызды құйып, сақинаша туралған жуамызды, оның үстіне қалауыңызға қарай сарымсағымызды, содан соң туралған сәбізімізді, содан соң болгар бұрышымызды толыққанды қосып шығамыз. Майымыз қызып, өзі қуырыла бастайды. Менің арнама жаңадан келген оқырман болсаңыз, подписаться бөлімін басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда талай тәтті рецепттермен түрлі дәмді ыстық тағамдар, салқын сусындардың неше түрлі рецепттері шығады. Сол үшін арнадан алыстамаңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай бір қасық тұзымызды, 2 қасық қантымызды сала отыра, толыққанды майымыз қызғаннан кейін барлық қосылған көкөністерді дәл осылай қасықтың көмегімен, болмаса өз қалауыңызға қарай лопатканың көмегімен, күрекшенің көмегімен араластырып шығасыздар. 2 қасық қант қостым деп уайымдамаңыздар, ол қант өзінің тәттілігін салатта алады. Содан соң үстіне лавр жапырағы мен тәтті қара бұрыш, яғни дөңгелекше келген қара бұрышымызды қосып, дәл осылай майымыз қызғанша бетін жауып, 20 минутта астын жай отта қалдырып қыздырамыз. Дәл осылай қыздырып қайнаған салатымызды қасықпен тағы бір араластырып, үстіне баялдымызды салып, толыққанды бетін жаппаймыз. Дәл осылай тағы да қасықпен араластырып аламыз. Баялдыны асты үстіне, үсті астына толыққанды араластырып аламыз. Барлығы бір-біріне сіңу үшін. Дәл осылай араластырып болған соң бетін жауып 30 минутқа қайнатуға толыққанды жай отқа жібереміз. 30 минут өткеннен соң бетін ашып, тағы да дәл осылай бір асты үстіне, үсті астына толыққанды араластырып аламыз. Сол аралықта жаңағы туралған қызанағымызды, болмаса блендерден өткізілген, ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды қосып, тағы да 15 минут көлеміне қалдырып, бетін жауып, тағы қалдырамыз. Дәл осылай 15 минут көлемі өткеннен соң біздің баялды салатымыздың соғы өзі бетіне шығып, дәл осылай дайын болады. Содан соң сіз өз қалауыңызға қарай стерилизовать етілген банкіге салып, қысқа сақтап қойып
дайындасаңыздар болады. Бұл жерде бетінен шығып тұрған майы емес ешқандай, бұл бетінен шығып тұрған өзінің салаттың согы деп айтсақ та болады. Қыста рахаттанып отырып нан батырып және ыстық сорпалармен екінші тамақтармен желінетін оңай жеңіл салат. Менімен бірге жасап көріңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім.